Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Менің аты-жөнім Келімжаева Гаухар Бектібайқызы, биология пәнінің мұғалімі, 7-ші сынып. Тақырыбымыз бүгінгі өтетін ағзалардың жеке даму түсінігі. Сабақтың мақсаты. Сіздің білетініңіз, ағзалардың өсу және даму үдерістері, өсімдіктердің ұзарып және жуандап өсу үдерістері. Сіздің меңгеретініңіз, ағзалардың өсу және даму үдерістерін сипаттау, өсімдіктердің ұзарып және жуандап өсу үдерістерін ажырату. Онтогенез – ағзаның жеке даму сатысы. Туғаннан бастап тіршілігін тоқтатқанға дейінгі кезеңдерді қамтитын болады. Онтогенездің екі кезеңі болады: эмбриондық және де постэмбриондық. Эмбриондық деп отқанымыз ұрықтанғаннан туғанға дейінгі кезеңі, ал постэмбриондық деп отқанымыз туғаннан бастап тіршілігін тоқтатқанға дейінгі кезеңдерді қарастырады. Эмбриогенез кезеңдері бірнеше сатылардан тұрады. Біріншісі ол зигота, ұрықтанған жұмыртқа жасушасы. Зиготадан кейінгіде бөлшектену жүреді. Бөлшектену кезеңінде митоз жолымен қарқынды бөліну жүреді, бірақ мөлшері жөнінен зиготаға ұқсас болып келеді. Яғни мөлшері кішкентай болып келеді. Бөлшектену кезеңінде 2, 4, 8, 16, 38 деген бластомерлер түзілетін болады. Бөлшектенуден кезеңінен кейін бізде бластола сатысы жүреді, бір қабатты ұрық жасушасы. Бластола сатысынан кейін бізде гастрола кезеңі өтеді. Бұл гастрола кезеңі екі түрін ажыратуға болады: ерте және де кеш гастрола кезеңі. Ерте гастрола кезеңін біз екі қабатты ұрық кезеңі деп атаймыз, себебі бұнда екі ұрық жапырақшасы түзіледі. Эктодерма және де энтодерма деген. Эктодерма деп отырғанымыз сыртқы ұрық жапырақшасы, ал энтодерма деп отырғанымыз ішкі ұрық жапырақшасы. Ерте гастрола кезеңі екі қабатты ұрық кезеңі деп атайды. Мұнда екі ұрық жапырақшасы түзіледі: эктодерма және де энтодерма. Экто деп отқанымыз сыртқы ұрық жапырақшасы, ал энто деп отқанымыз ішкі ұрық жапырақшасы. Келесі кеш гастрола кезеңі. Кеш гастрола кезеңінде онан әрі дамыған сайын үшінші ұрық қабаты, мезодерма қабаты түзіледі. Сонан кейінгі бізде келесі сатымыз нейроло сатысы. Тек хордалыларға ғана тән. Бұл жүйке түтігінен ми мен жұлын қалыптасады. Келесі органогенез кезеңі. Органогенез кезеңінде мүшелер қалыптасады. Балалар, енді суретке назар аударайықшы. Суретте не көп бейнеленген? Адам мен өсімдіктің жеке дамуында айырмашылық бар ма? Және де тірі организмдер өмір бойы өсуі мүмкін бе? Осы сұрақтарға ойланып көріңіздерші. Әрине мүмкін емес. Белгілі бір кезеңіне жеткен кезде өсімдік тіршілігін тоқтатады. Және адам да дәл сондай. Ендеше өсімдіктердің онтогенез кезеңдерін қарастырайық. Өсімдіктердің онтогенез кезеңі эмбриогенез және де постэмбриогенез кезеңдерінен тұратын болады. Эмбриогенез кезеңі ол ұрықтық кезеңі. Ол кезеңде зигота түзілуімен басталып, тұқымның өнуімен аяқталады. Келесі постэмбриогенезі 3 сатыларды қарастырады: жас кезең, ересек кезең және қартаю кезеңі. Жас кезеңін біз вегетативті өсу кезеңі деп те атасақ болады. Тек ұзарып өсетін болады. Келесі ересек кезең. Ересек кезеңін біз генеративті кезең деп атауымызға болады. Яғни бұл жерде гүлдейді және де жеміс беретін болады. Бұл тіршілігінің барысында ең өміршең кезең болып есептеледі. Келесі қартаю кезеңі. Қартаю кезеңінде көбеюге қабілетсіз болады, тіршілігін тоқтатуға мәжбүр болады. Ендеше балалар, өсімдіктердің өсуі үшін бізде сыртқы орта факторлары міндетті түрде маңызды рөл атқаратынын өздеріңіз де білесіздер. Ендеше сол сыртқы орта факторларына назар аударайық. Ең бірінші орында бізде температураны айтуымызға болады. Температура 25 және де 35 градус аралығында оптималды болған кезде өсімдік өте қарқынды дамитын болады. Және де екінші орында бізде суды айтуымызға болады. Яғни тұқымның өнуінің кезеңінде өсімдікте жетіспейтін болса, өсімдік жай өседі. Митоздық жолмен бөлінуі жүреді, бірақ та көбеймейді, өспейді. Сондықтан да кері әсерін тигізеді. Және де фотосинтез процесіне әсер етеді. Фотосинтез процесінде су маңызды рөлді атқарады. Сонымен қатар жарықты айтуымызға болады. Егер де жарық болмаса, өсімдіктер өзіне қоректік заттарды сіңіре алмайды. Енді суретке назар аударыңыздар. Әртүрлі жағдайда өсірілген үрмебұршақ өскіндерінің өсу деңгейі қараңғы және жарық фазасында өсірілген. Тәуліктік мөлшері көрсетілген. Айырмашылық бар ма екен, балалар?
Әрине бар. Жарық фазасында фотосинтез үдерісі жүруіне байланысты өсімдік өзіне қоректік заттарды жинай алды. Сондықтан ол өсіп, жаңа мүшелер пайда болды. Ал қараңғы сатысында фотосинтез үдерісі жүрген жоқ. Соған байланысты ұзарып өсті, бірақ жаңадан мүшелер, ұлпалар пайда болған жоқ. Өсімдіктердің ең алғаш өсуі өркен мен тамырдың ұшында орналасқан төбе меристемасы мен жанама меристемасының жасушаларының бөлінуінен басталады. Өсімдіктің барлық мүшелері ұзарып, ағаштар мен бұталардың жылдан жылға жуандап өсуі тек түзуші ұлпаға байланысты. Егер де түзуші ұлпа болмаса, өсімдік өспейді және де дамымайды. Жаңа мүшелерге бастама бермес еді. Сабақтың жуандап өсуін камбий қамтамасыз етеді. Оның жасушалары жылдың жылы мезгілінде қарқынды көбейеді. Қысқы уақытта өсуін тоқтатады. Суретке назар аударайық, балалар. Сурет арқылы біз камбий сақиналарын көріп отырмыз. Яғни жыл мезгіліне байланысты, жыл мезгілінде камбий сақиналарының жасушалары көбірек бөлінеді де, қысқы мезгілде ол тоқтайды. Сол арқылы жылдық сақинасы түзіледі. Сол арқылы біз өсімдіктің жасын анықтай алатын боламыз. Өсімдікке экранға назар аударыңыздаршы, балалар. Өсімдіктің жасына санауымызға бола ма екен? Және де өсімдіктің жылдық сақинасы арқылы біз өсімдіктің қолайлы және немесе қолайсыз ортада тіршілік еткенін анықтауымызға болады. Егер де камбий сақинасы бізде жақсы анық білінетін болса, ол бізде ылғалды, оптималды ортада тіршілік етті деп айтуымызға болады. Ал егер де дұрыс көрінбейтін болса, оны біз қолайсыз ортада тіршілік етті деп пайымдауымызға болады. Сонымен қатар камбий қабаты болмайтын және де сүрек қабаты қалыптаспайтын өсімдіктер де кездеседі. Дара жарнақтылар класының өкілдерін жатқызуымызға болады. Астық тұқымдастары және де лала гүлдер тұқымдастары. Астық тұқымдастарының өкілдеріне мысалға күріш, жүгері, бидай, арпа деген секілді өсімдіктерімізді жатқызуымызға болады. Лала гүлдер тұқымдастарына мысалға айтатын болсақ, жауқазын, лала гүл деген секілді, қызғалдақ деген секілдерді өсімдіктерімізді айтуымызға болады. Дара жарнақтылар өкілінің негізгі ерекшелігі бұларда ағаш тектік өсімдіктер болмайды. Және бұларда тек пальмалар кездеседі. Пальманың ішкі қабаты қуыс болады, немесе борпылдақ болып келуі мүмкін. Ендеше балалар, бүгінгі алған білімімізді тиянақтап көрейікші. Экранға назар аударыңыздар. Өсімдіктің жасын анықтап көріңіздерші, және де ол қолайлы ортада тіршілік еткен бе? Бұл ағаштан көретініміз өсімдіктің жасы 9, яғни 9 жыл өмір сүрген. Және де бұл ағаштың қолайлы ортада тіршілік еткен деп болжауымызға болады, себебі жылдық сақиналары анық көрініп отыр. Келесі, адам мен ағаштың дамуы сызба түрінде көрсетілген. Осы сызбаны пайдалана отырып, мына екі сұраққа жауап беріңіздерші. Біріншісі, адам мен ағаштың дамуы қай кезеңде қарқынды жүрді? Және де адам мен ағаштың дамуы қай кезеңде бәсеңдеді? Бірінші сұрағымызға жауабымызды алайық. Қай кезеңде қарқынды жүрген? 10 мен 25 жыл аралығында өте қарқынды жүрген екен, адамда және де ағашта. Келесі сұрағымыз. Адам мен ағаштың даму кезеңдерінің бәсеңдеген кезеңі ол бізде 60 және 70 жылдан жоғары болған кезеңді айтуымызға болады. Құрметті оқушылар, осымен біздің сабағымыз тәмам. Қош сау болыңыздар.